Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі қуанышымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Ұзатуға арналған видеомды осы басқа форматта түсіріп отырмын. Менің осы деңгейге жеткенім, үлгі тұтарлықтай азаматша болуыма келесі адамдардың қосқан үлесі өте зор. Шыр етіп дүниеге келгеннен осы бой жетіп, ұзатылатын уақытқа дейін жеткізген, тәлім-тәрбие беріп, білім беріп, мінезімді қалыптастырған өмірдегі маңызды адамдардың мен жайлы жылы сөздерін, ойларын сіздерге интервью ретінде ұсынып отырмын. Қабыл алыңыздар. Салиқалы ұрпақ дегеніміз өзі өтірік айтпау, біреудің ала жібін аттамау, үлкендерді ұятқа қалдырмау, көпшіл болу, қандай жағдай болса да шындықты айтуды. Сондай қасиеттер бойында бар. Аллаға шүкір деймін. Шариғат шеңберінде енді ораза ғана ұстап жүрді. Енді ар жағында дамытып Алла нәсіп етіп жатса, намаз оқып, құлшылығын жасап, шүкіршілігін жасаса, қажылыққа барса, Алланың алдында салиқалы ұрпақтың бірі болады деп зор үміттемін. Солай болады деп ойлаймын. Әрбір ата-ана баласын әрқашанда разы болады ғой. Я разымын деп айта аламын. Өйткені оқуын жақсы оқыды, биік белестерге жетті. Сол мамандығының арқасында, спортты құдалығының арқасында көптеген адам себепкерлігімен қалай шетелдерге шығып келді. Қазақстанның туын желбіретті. Әлбетте ризамын. Қызымның қызықты оқиғалары көп. Қызыққа жатама білмеймін. Бірінші көлік алар кезде бір мотивация берген сол қызым болатын маған. Бір сапардан келгенде үлкен қызым бар, Айдана бар. Үшінші жекеменшік сары қызым бар. Соны алып келатқанда бір қиналып автобустардан. Бірде папа неге өзіміз машина алмасқа деп. Көп ұзамай, 1-2 айдың ішінде көлік алды. Одан бөлек қызықтары жаяу жүрмейтін. Кішкентайынан аяғы ауырып қалатын жүріп келатқан кезде. Ақша берсең аяғы жазылып кетеді. Ол кезде тиын ғой, 50 теңге, 20 теңге берсең, аяқ астына ауырған жері қойып қалатын. Сен бір жаққа барып келсең, бармайым дейтін. Қалған ақша сенікі десең, онда зу ете қалатын. Сондай қызықтар көп. Мен Айдана өмірге келгенде өте керемет, тамаша сезімде болдым. Өте қатты қуандым, бақыттымын мен. Алғаш Айдананы қолыма алғанда мен қуанғанымнан бақыттан басым айналды. Аллаға сансыз шүкірлер айттым сол кезде. Айдана қызым ақылына көркі сай қыз бол, бақытты бол, барған жерінде бағың ашылсын. Судай сіңір сайбат, тек жақсылық, денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, қосағымен қосағар, енеңді сыйла, жолдасыңды сыйла, тек жақсылық болып, аман болып ортамызда бәрімізге шаттық, қуаныш сыйлап жүре бер. Айдана, қызым, саған тілерім, ақ жол, мен сені қатты жақсы көремін, мақтан тұтам. Саған 3 тілек тілеймін. Өмір, бақыт, махаббат тілеймін саған. Әрине, Айдананы әлі есімде, бірінші класс аттағанда сүп-сүйкімді, қара домалақ, әдемі көзі жанып тұратын қыз болған. Ойладым, өте пысық, жаңа өзінің алға қойған мақсатын орындай алатын оқушы болады деген ойда болдым. Бірінші сыныптан бастап, менің оң қолым болды десем де болады. Сондай тапсырманы тиянақты орындады, сабақ айтқанда да бір ынтамен, сондай жақсы айтатын, сұрамай қойсам ренжіп қалатын. Мектептің әр бірінші сыныптан бастап, жаңағы 4-ші сыныпқа дейін мен білім бердім ғой. 4-ші сыныпқа дейін жылдан жылға Айдананың жаңағы бой түзеп, ой түзеп, ойларына ой қосылып, соның ішінде Айдананың бір менің есімде қалғаны шығармашылық қасиеті бар болатын, байқалатын. Жаңағы мәтін құрап жазу, әңгіме құрап жазу,
дегенде бір керемет ой тебіреніспен шығармаларын жазып балаларға оқып беріп үлгі тұтатынмын. Биік шыңдарды бағындырып, оқуды жақсы бітіріп, кейін оқуға түсіп, белгілі маман иесі болатынына нақты сенімде болдым. Айдана енді спортта неше дүркін Қазақстан чемпионы, Қазақстан национальный сборныйының құрамасында болды. Көптеген шетелдік жарыстарға қатысты. Негізі мынау скалолазание, жартастарға өрмелеу спорты біз балаларды таңдаған кезде лидерлік качествосы, сосын кейін ата-анасына қарап, ол бүткіл жағдайына қарап қабылдаймыз. Өйткені бұл спорт гимнастикалық спорт түрі болып саналады. Ол адамның физиологиясына бәр жағына қарау керек. Сол Айдана өзі жақсы оқыды мектепте, старосты болды классында, өзінің лидерлік качествосы болды. Сол мен де қателеспеппін, сол качествосының бәрін спортта жақсы көрсетті. Енді бізде мынау жартастарға өрмелеу спорты жаңа спорт болғандықтан, осы спорт басталған кезде біздің мектепте жаңағы газетке шығару, телевидениеға түсіру, сондай мәселелер көп болды. И біздің балалардың да көрсеткіші жоғары болды. Сол кезде Айдана кіп-кішкентай ұршақтай қызымыз бүткіл медалін тағып алып, оператор Айдана орнынан тұр десе, Айдана медалін көтере алмайды. Сол медаль үстінің көптігі соншама орнынан жүре алмайды. Соны бәріміз Айданаға қарап күлгенбіз. Тағы бір қызық оқиға, Индонезияда жаңағы Айдананың өнеріне тамсанып, басқа тренерлер, спортшылар атын кім деп сұрайды ғой. Айдана дейді. Олар оны түсінбейді, Айданов. Ағылшынша қалай аударады ол? Атымды білмейді деген сөз бе? Сөйтіп қызық болған, бәрі таңқалады. Сөйтіп сондай қызықтар болған. Самыми лучшими качествами я считаю порядочность, доброту и честность. Так как в любых отношениях человек всегда стремится к честности, всегда ищет именно положительные взаимоотношения, именно честные. Поэтому на этом строятся хорошие отношения, я считаю. Скорее всего, это было 29 июня, перед моим днем рождения, когда Айдана, собрав всех моих друзей, приехала и поздравила меня с днем рождения. Для меня было это очень приятно и очень хороший жест, считаю, с ее стороны. В общем, с этого момента все закружилось. Нас познакомили друзья. У нас были общие друзья, общие знакомые. Было интересно в том плане, что мой друг отправил мне номер Айданы. Потом, через неделю буквально мы уже встретились. Когда я начал просить номер, был интересный момент, то что этот номер у меня уже был. На следующий день мы снова встретились, Айдана была на работе, я должен был ее забрать с работы. Приезжаю я, значит, туда, жду ее ровно 2 часа с того момента, когда мы договорились на 9, и вышла она ровно в 11. 9 часов мы запланировали идти в кино, но так как Айдана вышла в 11 часов, у нас немножко планы кардинально поменялись. Ну, от меня, как и положено, были цветы, я подарил букет цветов. И тут получается то, что наши планы поменялись, мы поехали поздравлять с днем рождения сестренку Айданы Аружан. И те цветы, что подарил я Айдане, мы все-таки решили передарить Аружан. И с этого момента, скорее всего, я и влюбился.